Бір кезде, ертедегі Қазақстанның шөлді даласында, Қарақұм деген ауылда жас жігіт тұратын. Оның аты Ерлан еді. Ерлан қарапайым шаруа ауылы, бірақ оның жүрегі шытырман оқиғаларға толы болатын. Күндіз ауылда мал бағып, түнде жұлдыздарға қарап, алыс жерлер туралы армандайтын. Бір күні ауылдың ескі ақсақалы, Қайыр ата, Ерланға бір құпияны айтты. «Балам», деді Қайыр ата қарт дауыспен, «біздің даланың астында ежелгі қазына жасырылған. Ол алтын қылыш, әлемнің құпиясын ашатын сиқырлы қылыш. Бірақ оны табу үшін 3 сынақтан өту керек: қараңғы орман, отты тау және сулы құдық. Егер сен жүректі болсаң, баруыңа болады». Ерланның көзі жарқырап кетті. Ол әкесінен рұқсат сұрап, ауылдан шықты. Қолында тек пышақ пен су қапшығы. Жолында келе жатып, ол бір қызбен кездесті. Қыздың аты Айгүл еді. Ол да шытырманшы, бірақ оның мақсаты басқа: анасын құтқару үшін сиқырлы өсімдік іздеп жүрген. «Мен сенімен бірге барамын», деді Айгүл. «Бірлесіп күшті боламыз». Екеуі бірге қараңғы орманға жетті. Орман қараңғы, ағаштары биік, ішінде түрлі жануарлардың дауыстары естіледі. Бірінші сынақ орманның ортасындағы қара қасқырмен күресу. Қасқырдың көздері оттай жанады, тістері өткір. Ерлан пышағын алып, қасқырға қарсы тұрды. Бірақ қасқыр күшті еді. Айгүл ақылын пайдаланып, ормандағы жапырақтардан улы тұзақ жасады. Қасқыр тұзаққа түсіп, оларға жол ашты. «Бұл бірінші жеңіс», деді Ерлан күліп. Орманнан шыққан соң олар отты тауға бет алды. Тау вулкан сияқты, ішінен лава ағып тұр. Екінші сынақ отты өзеннен өту. Өзеннің үстінде көпір бар, бірақ ол сиқырлы. Көпірден өткен адам өзінің ең қорқынышты елесін көреді. Ерлан көпірден өткенде, өзінің өткен өмірінің қателіктерін көрді. Ауылдағы досын ренжіткенін, әкесін тыңдамағанын. Ол қорқып, артқа қайтқысы келді, бірақ Айгүлдің дауысы оны тоқтатты. «Ерлан, сен күштісің. Бұл тек елес». Ерлан көзін жұмып, алға басқан кезде, елес жоғалып, олар таудың шыңына жетті. Шыңда оларға бір қарт періште көрінді. «Сендер 2 сынақтан өттіңдер», деді періште. «Енді 3-ші сынақ сулы құдық. Құдықтың түбінде алтын қылыш жатыр, бірақ оны алу үшін жүректеріңнің шынайылығын көрсету керек». Екеуі құдыққа бет алды. Құдық терең, суы мөлдір, бірақ ішінде су перілері тұрады. Перілер оларды сынады. Не үшін қылыш керек? Байлық үшін бе, әлде күш үшін бе? Ерлан ойланып, «Мен ауылымды қорғау үшін, әлемді жақсарту үшін іздеп жүрмін», деді. Айгүл, «Мен анамды құтқару үшін, басқаларға көмек беру үшін». Перілер риза болып, құдықтың түбін ашты. Ерлан түсіп, алтын қылышты алды. Қылыш жарқырап, оған күш берді. Бірақ оқиға мұнымен бітпеді. Қылышты алған соң, оларға қара күштер шабуыл жасады. Қылыштың иесі болғысы келген қара сиқыршы өзінің армиясымен келді. Сиқыршының әскері қараңғы жындар, отты айдаһарлар. Ерлан мен Айгүл таудың етегінде шайқасты. Ерлан қылышпен жындарды жеңді, Айгүл өзінің ақылдылығымен айдаһарды алдады. Шайқас ұзаққа созылды, күн батты, түн шықты. Ақырында, Ерлан сиқыршының жүрегіне қылышты сұқты. Сиқыршы жоғалып, әлемге тыныштық келді. Қылыштың күшімен Айгүл анасын құтқарды, Ерлан ауылына оралды. Ауылдықтар оны қаһарман ретінде қарсы алды. Ерлан мен Айгүл үйленді, олардың балалары шытырман оқиғалар туралы әңгімелер естіп өсті. Ал алтын қылыш? Ол даланың астында қайта жасырылды, келесі қаһарманды күтіп тұр. Бұл әңгіме жүректің күші туралы, достық пен махаббат туралы. Егер тағы әңгіме қаласаң, айт.